Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Нұржүс. Сіздерге бүгін тез дайын болатын лаваш рецебін ұсынамын. Үйде нан бітіп қалған кезде донер жасауға, әртүрлі завтрак жасауға қолдануға да болады. Дүкеннің лавашынан ешқандай да кем емес. Ең алдымен 200 мл ыстық қайнап тұрған суымызды құйып, оның үстіне 1 чайный ложка тұз салып, оның үстіне 2 ас қасық майымызды құйып, ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді лавашымызды пісіре бастаймыз. Ең алдымен лавашты пісірместен алдын осындай бөліктерге бөліп аламыз қамырымызды. Әдемілеп жұқалап жаямыз. Жұқа болу керек қамыр. Міне табаға қойып пісіре бастадық. Осындай лаваштар пайда болды. Мінекей менің лаваштарым дайын болды. Тез әрі қолжетімді заттардан жасалған лавашымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.